Адамның ең үлкен қателігі алдағы уақытының көп екендігіне сенімді болуы. Өзгенің бақытына қызығып, өзіңе берілген нығметтерге шүкіршілік айтуды ұмытпа. Сөйткенде ғана Алланың берері арта түседі. Ақымақ адам ғана өзінің қатып қалған көзқарасын ешқашан өзгертпейді. Алға ұмтылған адамға жұмыс пен мүмкіндік көп, ал жалқауға сылтау көп. Қарапайымдылық адам баласының ең асыл қасиеттерінің бірі. Өзің айналаңа жылулық бере алмасаң, адамдардың саған деген суық көзқарасына шағым айтпа. Әр нәрсеге күдіктену мен уайымдау у-ішумен тең. Әрекет етпей мақсатқа жетуді ойлау, егін екпей оны орып алумен тең. Ашулы кезде шешім қабылдаудан, қуанышты сәтте уәде беруден сақ бол. Адам өзі шын қалаған кезде бәріне уақыт таба алады. Жұмысы жоқтық, қарны тоқтық аздырар адам баласын. Егер де біреу сізге бұрынғыдан өзгеріп кетіпсің десе, демек сіз олар ойлаған қолайлы адам болудан бас тартқансыз. Мәселені шешуге болатын болса, оның уайымдаудың қажеті жоқ, ал ол шешілмейтін мәселе болса, қанша уайымдасаңыз да пайда таппайсыз. Ең қарапайым нәрсенің өзіне қуана білу тамаша талант. Нағыз мықты адам дегеніміз қаншама рет құлап, қателессе де орнынан қайта тұрып, алға жылжи алған адам.